Сәлем достар, қайырлы кеш, қалайсыздар? Влог бастамағалы біраз опты. Біз қыздармен жиналып, дочалар, ертуған төртеуіміз ата мен әженің үйіне бара жатырмыз. Бармас бұрын бір влог түсіріп тастайын деп жатырмын. Бүгін менде уборка болды кешелі бері. Бүкіл жақтың, терезелерін от души сыртына шығып тұрып, 5-ші этаж болсады бүйтіп шығып тұрып жудым ғой. Вау, аспанды қарасаңыздаршы, не деген әдемі көрініс қой. И терезелерімді таза айнадай қылып жуып алдым, в общем, бүкіл жақтың. И біз ата үйіне шығып бара жатырмыз. Ертуған сәлем. Екі сәлем. Ой, жаным, ой, біз неге екі мысық кіріп кетіпті? Мысықтар. Екі мысық жүр, бағанадан бері мида қызып әр жақта мяу 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 деп. Тамақ сұрай бере ма, бірдеме? Аяғын неме дейсің, аяғым? Бірдей қылғансың ба? Кеттік ата үйіне, қыздар ке. Тағы мен зарядкам қайда, соткаларың қайда? Ойбай. Үшем, бүкіл жақтың клебін алып тастадым. Мына жақ спальниткін алдым. Қазір сені ертуған ойнап жүрді. И залдыкін де алып тастадым. Үшем, әңгіме айтып атсам, ертуған жағаласып. Залдыкін де алып тастадым. Общем, ертен алып кетеді. Понедельник, ертен ба? Понедельник күні, общем, понедельник деп жазыпты. Понедельник күні алып кетеміз деп. Екі мысық не істеп жүр? Біз мысықпыз дейді. В общем, понедельник күні ана кілемдерді алып кетеді. Жууға заказ беріп қойдым алып кетуге. Үйлер жастықтарды жуып алдым, плеттарды бәрін, в общем, жуып алдым. Балконның терезесіне дейін шығып жудым ғой, в общем, осындай. Кеттік, ертуған топайын қайда? Қыздар ма, зарядкаларыңды зал, соткаларды зарядка мәндір. Сумкаға салыңдар. Мен зарядкамды салыңдар, қазір ата үйінде керек болады. И, кстати, қыздарға алдық осындай. Қыздарға осындай мусорный ведро алдым кеше. Күштіні. Уже қолданып, ішін бірлет мусорын төгіп сөйтті ғой. Но күшті екен, ұнады. И әдейі ақ цветін алдым. Андай түр-түрі болған, кішкене мысықтың суреті, иттің суреті анау мынау. Жоқ, мен именно ақ түсін алдым, чтобы мына жерге бүйтіп қойып, әдемі ақ шкафқа ақтпасын деп. Бағана қыздарына кафе ойнап жүрген көрдіңіздер ме? Суши, бургер, анау мынау өздері Каусердің кафесін деп жазып қойыпты. Пиццасы бар, тағы бірдемесі бар. Оны өздері көрсетеді тағы да. Достар, сәлем. Бізде влогтың келесі күні. Мен компот қайнатып жатырмын. Далада 30 градус ыстық, ал мен болсам компот қайнатып жатырмын. Себебі қазір салқындатып, холодильникқа қойып, в общем, балаларға компот ішсін деп. Кеше мамам берген сухофрукты күшті. Мама өзі де күшті, көп қайнатып осыны. Жақсы көремін ғой осыны. И мына жақта мен булочка елек қойдым, көтеріліпті уже. Қазір бір басып, тағы да бетін жауып, тағы бір қоям, тағы бір көтерілсін. Сосын булочка жасайым. Булочка жегім келді өзін. Булочка ма мүмкін ортасына корица сап, синабон жасап жіберем ба, үшін сондай. Қыздарға дайындап жатырмын. Бізде дала ыстық, қарасаңыздар, күн деген қайнап тұр. Мына жақпен спальниктің терезесін бірге ашып қойсам, кішкене сквозняк, нан жауып тастасам, ыстық болады ғой, в общем. Осылайынан бізде компотым қайнады, қасында күшті. Қазір құйып қойын деп жатырмын. Графиндарға құйып. Қазір аз болады жар. Біз кішкентай өтші өйткені 1 литрлік. Қазір осы, сосын тағы да бір графинға құйып, салқындатып холодильникқа қоям. Күшті осы бар ғой, жаным жақсы көреді компотты. Біздің балалар күшті ішеді осын. Мен үйде көп істемейтін негізі. Мама істейді, бізде көбіне мамам істейді. Сосын кеше тоже берген ғой мен. Істеп ал деп. Соны жасап жатырмын. Салқындатып, қазір как раз машинкам тоқтап жатыр. Кірсақ қоғам ғой бағана. Кілемдерді алып кетті жана. Қазір сол кірлерді жайып, постельдерді үтіктейтіндерді үтіктеп, сондай жұмыстар жасау керек. Бір графин толды. Оқты ешті. Салқындатып холодильникқа қойым. Крышкасы қайдейтін, крышкасын тауып алайын. Сосын тағы бір графинға құям. Мен 2 графин шықты ғой, үшін. Күшті қылып шықты компот. Шкарын жауып холодильникқа қойып қойын. Қазір. И мен әждір булочкамды
кішкене көтерілсін деп қойып қойдым. Сәл тағы көтерілсін, сосын бетіне жұмыртқасын жағып, кунжутын салып, сөйтіп істеймін ғой, пісірейін деп жатырмын ғой. Бүгін пысық болып отырмайды, үндемеңіздер. Масқара пысықтығым ұстап жатыр бүгін тамаққа деген. Оған Кәусар көмектесіп жатыр. Жаға бер жұмыртқаны уже көтеріліпті. Ұстап жақ. Фатиха мен Ертуған неге басы сыйыспай жатыр? Ертуған мен неге бастарын сыйыспай келді, Фатиха? Фати, не істеп келдің? Есің жоқ кеттің ба, не істедің? Шеттен бәріне жақ земле. Қағазға жақпасайшы, булочкаға жақсайшы. Әке, мен жағайын ба? Мен жағайын. Фатиха. Давай тағы біреуін Кәусар жақсын, сол үшеуін сен жағсын, үшеуін сен жақсын. Апа пісіріңізға. Пісірейін деп жатырмын. Пісірген жоқпын ғой әлі. Не қойшы, ол саған керегі жоқ, қыздардың жұмысы зачем саған? Не қойшы, ол саған керек емес, ол қыздардың жұмысы жоқ қой ол. Енді Фатихаға бер. Кесең қасыңа қойып ал. Кунжут қосайын ба, Кәусар? Кунжут ше, кунжут бетінде қара дәндер ше, қосайын ба, қоспай қойын ба? Қосайын ба? Саған керек жоқ па, Фатиха? Давай онда жартысына қосамын, жартысына қоспай қойым кунжутты. Я? Идик. Ва, мына. Мен кунжутты жаным жақсы көреді, осы кунжут әдейі төртеуін жақтым да, Фатиха мен кунжутсыз жеймін деген соң Фатихаға жаққан сепкен жоқ біз, в общем, кеттік духовкаға салып. Күшті болып қараңыздар, әдейі болып көтерілген ғой. Иісі деген пара, мен не могу. Бізде полдник басталып кетті, дочаларға компотын құйып, булочкасын бетін қызартып жүріппін ғой. Жүп-жұмсақ күшті, ыстық байқандар. Достар, біз осымен видеоны аяқтайық. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын. Ертуған жылап жатыр булочка сұрап.